Hello dear students, how is it going? Сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Top Stars кітабы 4-ші сынып 6-шы және 7-ші беттегі тақырыпты өтетін боламыз. All about me, барлығы мен жайлы деген. Exercise number 1, бірінші жаттығу, жаңа сөздерді оқып үйреніп қайталайық. Get up ол бізде тұру. Brush my teeth, тісті жуу. Do my homework, үй жұмысын орындау. Go to bed, ол төсекке жату, яғни ұйықтау. Visit, бару, яғни қонаққа бару деген сияқты. Ендеше екінші жаттығуға қарайық. Listen and number, тыңда және нөмерле деген, 1-ден 7-ге дейін. Then sing, одан кейін ән шырқа деген. Arman's day, арманның бір күні. In the morning I get up, таңертең мен тұрамын. I always get up at 7 o'clock. Мен әрдайым сағат 7-де тұрамын, яғни 7-де оянамын дейді. I brush my teeth. Мен тісімді жуамын. And I go to school with my best friend Тимур. Және мен өзімнің ең жақын досым Тимурмен бірге мектепке барамын дейді. In the afternoon, Арман comes home. Түскі уақытта Арман үйіне келеді дейді. He always comes home at 2 o'clock. Ол әрдайым түскі сағат 2-де келеді дейді үйіне. He does his homework at 3 o'clock. Ол өзінің үй жұмысын сағат 3-те орындайды дейді. He sometimes visits his friends Омар and Дармен. Ол кейде өзінің достары Омар мен Дарменге барады дейді. He never goes to bed at 10. Ол ешқашан ұйықтауға сағат 10-да жатпайды дейді. Ендеше үшінші жаттығуды орындайық. Exercise number 3, read activity 2 again and the match. Екінші жаттығуды қайта оқып, осы жаттығуды сәйкестендір дейді. Бірінші, in the morning, Арман, таңертең Арман не істейді? Goes to school, A. Және де ол gets up at 7 o'clock. Ол таңертең сағат 7-де тұрады. A және C жауабы осы біріншісіне келеді, сәйкестендіреміз. Ал екінші, in the afternoon, Арман, түскі уақытта Арман comes home at 2 o'clock. Сағат түскі 2-де Арман үйіне келеді, және де does his homework, және үй жұмысын орындайды дегенді екіншісіне жазамыз. Келесі бізде оқушылар грамматика берілген the present simple. Ол бізде жай осы шақ. In the morning деген таңертең, in the afternoon түскі уақытта, in the evening деген кешкі уақытта. Ал бізде қарамен берілген сөздер, ол бізде I always дегенмен әрдайым, usually әдетте, often немесе often екеуінде оқылуы дұрыс. Often деп те айтсаңыздар болады, often деп те айтсаңыздар болады. Ол жиі деген сөз. Sometimes кейде, never ешқашан. Бұл present simple'дың көмекші сөздері деп айтсақ болады. Яғни present simple шақ екенін білдіріп тұр бұл сөздер. Ендеше төртінші жаттығуды орындайық. Read and complete, оқы және толықтыр. Put the verbs in brackets into the present simple tense. Яғни present simple tense шағында орындаймыз. Екіншісінен бастаймыз. Бану brushes her teeth in the morning. Бұл жерде S жалғанады етістікке. Егер бір адамды айтып тұрса, he, she, it, яғни S жалғанады етістікке present simple'да. Сондықтан да brushes his teeth болады. Арман and Талғат do their homework in the afternoon. Бұл жерде ешқандай да өзгермейді, do болады. Себебі екі адамды айтып тұрғандықтан етістікті өзгертпейміз, S жалғамаймыз. Келесі бесінші жаттығу exercise number 5, listen and circle A or B. Тыңдап, A немесе B жауабы қайсы суретті айтып тұр, соны белгілеп жазыңыздар деген. Listen and circle A or B. 1. Laura always does her homework in the afternoon. 2. Daniel usually plays with his friends at the park on Sundays.
Келесі бізде speaking task, яғни ауызша тапсырма. Бұл жерде топпен жұмыс жасаңыздар және мына кестені толықтырып жазыңыздар деген. Бұл бізде Мадина деген қызға мысал келтіріп кеткен. Бұл жерде Мадина мысалы always, usually, often, sometimes, never деген әр осы 5 сөзге 5 сөйлем құрап жазған. I always get up at 7 o'clock in the morning. Мен әрдайым сағат таңертең 7-те тұрамын деген. I usually do my homework in the afternoon. Дәл осы секілді бізде өзіміздің сөйлемімізді құрап жазайық және де оны ауызша айтуға тырысайық. Мен сіздерге мысал келтіріп кетемін.